Құрметті әріптестер, біздер бүгінгі сабағымызда әлеуметтік желіні қолдану, бұл желіге эксперттік оформлениені қалай жасаймыз, сол туралы өтетін боламыз. Енді қараңыздар, сіз бұл жобаны бастағаннан кейін міндетті түрде Instagram, TikTok, өзіңіздің WhatsApp-ыңызды, Threads-ті міндетті белсенді жүргізуіңіз керек. Неге деп ойлайсыздар? Себебі клиент сіздің жұмысыңызды осы жерден көреді, сол арқылы сізге келетін болады. Енді біз бүгінгі сабағымызда сіздерге Instagram-ның жалпы оформлениесін қалай жасау керек, соны көрсететін боламын. Бұл жерде сіз өзіңіздің негізі бұрынғы Instagram-ыңызды жалғастырып қолданып кетсеңіз де болады, ішін реттеп барлығын, немесе өзіңіз нөлден бастап новый аккаунт ашып, сол жерде бәрін с нуля бастасаңыз да болады. Ол сіздің өзіңіздің таңдауыңызда. Енді мен қазір сіздерге примерно осы аккаунтты қалай біз өзгертеміз, соны көрсететін боламын. Аккаунтқа кіргеннен кейін редактировать дегенді басасыздар. Үстінде имя деген жерді көрсеңіздер, ол жерге сіздер өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып қоймайсыздар. Өйткені клиент мысалы эксперт іздеген кезде, мысалы сіздің атыңызды, жөніңізді ешкім білмейді. Ол жерге барады да, мысалы жасанды интеллект, өзінің іздеген затына байланысты жазады, вайп-кодинг деген сияқты. Солай жазған кезде сіздің инстаграмыңыз осы жерде жазылып тұрған сөзбен байланысты болса, ол кісіге сіздің аккаунтыңыз шығады да, сізге солай келеді клиент. Сол себепті бұл жерде толтырған кезде мұқият болып, ойланып, сондай сұраныста бар сөздерді жазасыз. Мысалы, мен заманауи мұғалім, жасанды интеллект, вайп-кодинг, комикс деп жазып қойдым. Сіздер де осы сияқты қылып жазыңыздар. Және бұны жазған кезде сіз 14 күнге дейін өзгерте алмайсыздар. Сол себепті мұқият ойланып, не жазатыныңызды прям саралап, содан кейін жазуларыңыз керек. Енді одан кейін бұны толтырғаннан кейін астына өзіңіздің аккаунтыңызды жазып қоясыз. Местоимение деген жер керек емес. Одан кейін АСБ деген жерге сіз өзіңіздің инстаграмыңызда қандай ақпараттар қамтылады, соны прям көзге әдемі көрінетіндей қылып жазып қойыңыздар. Смайликтермен ерекшелендіріп, пустой қалдырып қоюға болмайды. Енді мысалы мен былай жазамын. Жасанды интеллект, вайп-кодинг, қолмен басқару курсы дедім. Менде себеп курстар бар бірінші. Одан кейін екінші, мысалы сіз заказ қабылдайтын болсаңыз әріптестерден, онда соны жазып қоясыз. Мысалы заказ қабылданады деп, чтобы клиент сіздің заказ қабылдайтыныңызды білуі керек. Одан кейін келесі, мысалы тағы не бар? Менде мысалы көрнекілік канал бар, қазақ тілі мен әдебиетте, мен соны жазып қоямын. Қазақ тілі мен әдебиет дайын каналы. Астына тағы мысалы менде трендтегі ойындар бар, соны да жазып қоямын. Ойын. Сосын толық ақпарат деп астына ссылка қалдырамыз, стрелка қалдырамыз. Сіз өзіңіздікінде дәл осылай осыған ұқсатып, өзіңізде бар ақпараттарды қамтып толтырып қоясыздар. Бұл жерде сіз күнделікті өзгертіп отырсаңыз да ештеңе етпейді, ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Одан кейін ссылка дегенге өтесіз, добавить ссылку дегенді таңдайсыздар. Біз клиент келгеннен кейін сізге WhatsApp-ыңызға немесе TikTok-ыңызға өткісі келсе, оны әр жерден қарамай осы ссылкаға өте қою керек. Яғни сіз өзіңіздің бірінші WhatsApp-ыңызға ссылка қоясыз. WhatsApp-қа ссылканы қалай қою керек, мен қазір сіздерге көрсетемін. Дәл менің жазғанымды қайталап, өзіңіздің номеріңізді қалдырасыз. 8 немесе плюс деген керек емес, 7-707 деп жазып кете бересіздер. Сосын астына WhatsApp толық ақпарат деп жазып қойыңыздар. Бірінші ссылка кетті, екіншіне добавить етіп, мысалы TikTok-ыңыз болса, TikTok-тың да ссылкасын қойып қоя аласыздар. Ол үшін біз TikTok-ымызға өтеміз. TikTok-тың үстінде стрелка тұр, байқасаңыздар, соны басып, скопировать ссылку дегенді таңдайсыздар. Мына жерге қайтып келіп, осы жерге ссылканы енгізесіздер. Астына жазып қойыңыздар TikTok деп. Готово дегенді басамыз. Біз қазір 2 ссылка қойдық. Сіз тағы бір нәрсеге, мысалы Telegram-ға қойғыңыз келе ма? Соны өзіңіз білесіз. Солай барлық ссылкаларыңызды қойып қоя аласыздар. Енді ссылканы қойдық, пол деген жерге мужчина, женщина, оны өздеріңіз таңдайсыздар. Бізде ендігі кезекте біз өзіміздің
инстаграмымыздың авасын өзгертуіміз керек. Үстін басыңыздар. Жалпы бұндай суреттерді қалай жасау керектігін мен сабақта көрсететін боламын. Өзіңіздің қарапайым бір суретіңізді қойып қойғаннан гөрі өзіңіздің нишаңызға сай әдемі креативный сурет қойған дұрыс, чтобы барлы кәдімгі сапалы көрініп тұруы үшін жұмысыңыздың бәрі. Так, үстін басайық. Мысалы, мен галереямдағы осыған жасалған сурет бар. Осы суретті былай алып, готово дегенді басам, бірінші бетіне түседі. Вот менің бірінші профилімнің барлығы дайын тұр. Мен жазған ақпараттың барлығы осы жерде көрсетілді. Ссылканың үстін бассақ, WhatsApp-қа да, TikTok-қа да ссылка шығып тұр. Осылай сіз өзіңіздің инстаграмыңыздың шапкасын полностью жаңартып аласыздар. Клиент кірген кезде сіздің эксперт екеніңізді бірден осы жерден сезінуі керек. Ары қарай сіз пост, сторис салып, уже инстаграмды жүргізіп, жалғастыра беретін боласыздар. Сіздерге тапсырма өзіңіздің инстаңызды толықтай осылай дұрыстап шығыңыздар.